Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, Хан Моторс оқырмандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға өзі жылдам, өзі керемет, ең қымбат Карс автокөлігі назарларыңызға Genesis GV80. Назарларыңызға бүгін Genesis GV80. Ал енді бұл автокөліктің дизайнынан бастап, кілтін полный А до Я айтатын боламын. Бұл біздің обзорымыз қазір YouTube арнасында. YouTube арнамызды қолдап, лайк басып, подписаться мәзірін жазылып кетіңіздер. Ал біз сіздерге керемет Карс автокөлігін таныстыратын боламыз. Дәл осы автокөлікті естіген бар, естімеген бар. Бұл Genesis. Бұл Hyundai'дың люкс классы. Мысалға Toyota'да Lexus, Hyundai'да Genesis. Ал алдыңғы пішініне келсек, мынау ромбик тәрізді решетка, дәл осы ромбик салонға да өткен. Салондағы сиденьяларда ромбик. Алдағы адаптивный круиз контроль. Логотипке келсек, логотип Aston Martin'ның логотипіне келеді. Жалпы автокөлік түр пішіні бұлай европалық автокөлікке ұқсайды. Bentley автокөлігіне келеді. Қателеспесем, егер өздеріңіз қандай автокөлікке ұқсаттыңыздар, соны комментарияға жаза кетіңіздер. Доңғалақтары 22, міне максимальный комплектацияда бүгін бізде 3/5. Объемы бұл автокөліктің бүгінгі таңда біздегісі толығы жетекті 3/5. Турбо, 2/5 турбо, тағы 3 литр дизель бар. Осы 3 модификацияда жасалады. Модель 2020-дан бастап шыға бастаған. Бүгінгісі 2021 жылғысы. Енді 2023 жылы бұның фейслифт жасалады, түрі өзгереді. Ал енді бүгінгісі бізде осындайы. Қараңыздар, присоскасы бар. Енді бүкіл Hyundai'дың навороты осы автокөлікте. Даже Kia'ның да бір-екі элементтер келеді, басқа да автокөліктердің. Менің ұстап алған не зат десеңіздер, бұл картасы. Негізі Hyundai'да да, Kia'да да люкс автокөліктерінде осындай карта болады. Егер сіз костюм шалбармен жүретін кісі болса, қолыңызда осы карта болса болғаны. Телефоныңыздың артына салып қойсаңыз болады. Және де мынандай 2 қарапайым кілті бар. Ассистент парковкасы бар. Және де есік ашып жабу, от алдыру, автозавод барлығы зауыттан жүреді. Так, міне артына келсек, жаңағы айтқан Bentley дегеніміз осы артында. Бұл автокөліктің құны $20,000 мен $70,000 арасында жүреді. Қараңыздар, батырманы мынандай жерге жасап қойған. Обзорымызды бірден артынан бастасақ. Автокөлігіміз 7 орынды. 5 орындысы бар, 7 орындысы да бар. Мына жерде тұрған мынау поликтері, қазір полигімді жайып қойып. Автокөлікте міне кітапшасы бар, знагы бар, кітап ішінде жатыр. Мынау автокөліктің чехолы, полный үстіне жабатыны. Әрбір мынандай батырма ненің өзін, тартпаның өзін, әрбір детальдің өзін жақсы сапада жасаған. Мына жақта конемен компрессор, аккумулятор мына жерде, мынау багаждың бетін жабатын. Пакеттерде тұр. Автокөлігіміз небәрі 7000 пробег. Комбинированный салон, қоңыр мен бежевый түсте. Ал біз салонын сіздерге көрсете кетейік. Мынандай автодоводчик барлық есігінде бар. Got money, retarded. Don't want her if it don't clap when she walk. Ain't too pretty in the face, but she's super. Автокөлігіміздің салонын сіздерге түсіндіре кетейік. Қараңыздар, мынау және руліндегі тігістің өзі комбинациямен жасалған. Және де рулі әдеттегі автокөліктерден небәрі ондай неғұрлым қалың.
өте ұстағанға да айдағанға да ыңғайлы. Рулында тек былай жалпылама екі жақтық, қараңыз, астында және үстінде бөлік жер жоқ. Адаптивный круиз контроль, енді лакшерийдің иісі шығып тұр. Лакшери автокөліктердің осындай, қараңыз. Обесшумка бұда бір ең бүкіл несі осы автокөлік негізі максимальны міне Hyundai'дың 1 жылдық 2020 жылғы 21 жылғы бүкіл нано технологиясының барлығы осы автокөлікте. Мына жеріне келсек, міне сенсор, 9-зонный климат контроль, 3-зонный қателеспесем. Мынау астында мынау ағаш элементтер, бұлар шынайы ағаштар. Бұл Genesis автокөлігін Кореяда кәрістер под заказ шығарады, как Rolls-Royce сияқты. Автокөлік сізге қандай қажет, дәл соны сізге зауыт құрастырып береді. Мынаның барлығын таңдай аласыздар. Даже мына жерде электронный, мен қараңыз, электронный болсын, болмаса полуэлектронный деген бар, проекция бар ма, жоқ па, соның барлығына өзіңіз дополнительный функция ретінде пайдаланып, біреуін алып тастап, біреуін қоя аласыздар. Енді бұл екінші егесі Қазақстанда, получается, Алматы қаласына ағамыз осындай бұл түрде алып жатыр. Ал егер новыйдан заказ берсеңіз, өзіңіздің қалауыңызбен тапсырыс бере аласыздар. Память сидений, мынандай алюминиевый детальдар барлығы қарастырылған. Ал енді жерде беспроводный зарядчик Type A 2 USB байқап тұрмын. Мынау сенсорный дисплей, қателеспесем, сенсорный дисплей. Енді горизонтальный орналасқан. Бірақ мына жерде де мынау жойстикпен управлениесі бар екен, және де сенсорда. Технология жағынан бұлар өте қатты дамып кеткен. Мысалға дәл осындай Lexus'та болса, мына жер сенсор болмас бет. Так, режимдар, мына драйв, трейн, сайдан түсу, парктроник. Мына жерде ассистент бар. Ені парковканың алдыға артқа жылжып, өзі линияны оқиды. Автохолд. Енді минимализм стиліне жақындатып жасап, керемет дизайны. Мынау салондағы подсветкалары. Мен білмеймін, салонына бір 10 балдың 7-ін берерім. Өте керемет жасалған. Сапасы, мынау ромбик кожалары, қараңыздар. Мынау ромбик кожаларды енді Гелендвагендардан көреміз, мықты-мықты автокөліктерден көреміз. Бұл карстер жақсы сапада көшіреді. Мысалы, қытайларда көшіреді, бірақ қытайлар нашар сапада көшіреді. Ал карстер даже асып түседі. Қазір соңғы 3 жыл шамасында Mercedes-тен де асып түсіп, жылдың ең үздік автокөліктері Kia мен Hyundai атанып жатқаны рас. Мынау автокөлікті алудан қорықпаңыздар. Бұл автокөліктің бізде автокөлік алар кезде оның запчастина бар ма, жоқ па деген сұрақтар туындайды. Ол қазір именно осы сұрақ мәселелерін біз шешіп жатырмыз. Алдағы уақытта керемет жаңалықтарымыз болады. Осындай тұлпарлар баршамызға жоғысты бола берсін. Қазір артында көрсете кетем. 7 адам ыңғайлы отырады. Бүгін сіздерге осындай визуальный обзор. Ал енді артыңғы орындыққа отырып, артындағы адамдардың қандай комфортқа ие болатынын көрсете кетейік. Автокөлігіміздің артыңғы жағына келе кетсек, қараңыздар, мынау есіктің қалыңдығы да біршама
Аншама өте керемет. Тағы да бір айта кетерім сіздерге. Қазір Kia K8 болсын, Hyundai Grandeur болсын, және де Palisade болсын, қымбат автокөліктерде мынандай двойной стекло болады. Мына автокөлікте де двойной стекло, және де шторкасымен. Қараңыз. Өте керемет емес па? Автошторка. Әр есіктен мынандай екі аудиосистеманың нелерін байқап тұрмын. Аты жазылмапты. Ағаш элементтер, екі тігіс. Өте керемет. Так, аудиосистема Lexicon. Астында жазылып тұр екен. Genesis. Тағы да мынау артында да мынандай плавающийлары бар. Жатқызып, тұрғызып, мына. Мынаның посадкасын осындай регулировка жасасаңыздар болады. Және де мынау батырма бар. Өз алдыға жылжып, сізге артыңғы жекке өтуге ыңғайлы болсын деген. Қазір мынаны былай қайта орнына келтіреміз. Барлық электро жабдықталған, сиденьялары болсын бүкіл есігінде. Сондықтан бағасы да бұл автокөліктің сондай қымбат тұрады. Маған бір ағам айтады, неге Palisade алар кезде маған осы автокөлікті көрсетпедің, даже біз білмедік дейді. Ал сіздерге осындай таныстырмалы видео. 220 вольт, 3-ші зона, мынау орындықтарда подогрев, обдув барлығы бар. Ең жетіспейтіні мына жерге монитор. Енді бұл GV80, алдағы уақыттарда кәрістер GV90 шығарайын деп жатыр. GV90 ол уже лакшери класс болады. Escalade'ға тағы біраз артында монитор бар, там Range Rover'ға бір шама люкс класс осындай SUV автокөліктеріне жол толғамайтын конкурент болады. X7-ге мысалға. Ал мыналар қазір BMW X5 мен бірдей жүретін автокөліктер. Баға жағынан да былай өзіңіздің түріңізге қарап, артында отырып, айна. Өте мамық, өте жақсы. Сапа жағынан сөз жоқ бұл автокөлікке. Төбеде панорама, алькантара. Енді бар жақсыны осы автокөлікке жиып салып қойған. Осындай жақсыдан құр қалмаймыз. Хан Моторс компаниясынан заказ беріп, 35-45 күнде осындай керемет автокөлікті тізгіндейміз. Видеомызды аяқтамай жатып, сіздерге бір керемет жайтты көрсете кетейін. Қараңыздар, автокөліктің ішінде ешкім жоқ. Жаңағы айтқан ассистентімізді іске қосамыз. Автокөлігіміз осылай сіз-сіз-ақ өзі орнына жайғаса береді. Ал құрметті оқырмандар, назарларыңызға мың алғыс, лайк басып, комментария жазып, подписаться етуді ұмытпайық. Сіздермен Сапарбек Нұржігіт, Хан Моторс компаниясы.